бір екі күннен кейін ау келеді ау деп ойлағаным ғой, енді бірден келеді деп ойлаған жоқпын. Бірақ дайынсыз ба қарсы алуға? Иә, дайынмын. Шақырамыз ба? Иә, әрине. Жақсы, аяулымның үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Ал, өзіңізбен танысайық. Саламатсыздар ма? Есім Алан болады, жасым 23-те. Алматы облысы, Талғар қаласының тумасымын. Неге аяулым? Біріншіден сырт келбеті ұнады, әдемі қыз. Ойын тіке жеткізетін қыз. Сол жағымен енді адамда бір баурағаны бар. Аяулым, сұрақтарыңыз? Иә, саламатсыз балан. Рахмет мені таңдап келгеніңізге. Қандай мамандық, не бітірдіңіз, бір универ бітірдіңіз ба деген сияқты ғой, не жұмыс жасайсыз? Жұмыс жасайтын орным әзірге секрет болсын, өзіңе кейін жеке айтармын. Негізі өзіміздің семейный бизнес бар, яғни мал шаруашылығымен айналысамыз. Одан кейін өзім негізі андай секрет болғанда енді финансовый жақ қой, финансовый жақта жұмыс жасаймын. Вот. 11-ден кейін оқуға түстім, потом шығып армияға кеттім. Әскерде болдым, әскерден келдім да. Жарайсыз. Содан жұмыс жасадым. Сол. Алан, менде бір осындай сұрақ бар да. Енді осы сұрақты баласы ханым мен көп қоям деп шештім. Сіз қыз құмарсыз ба? Яғни өзіңіздің таңдаған қызыңызға до конца тұра аласыз ба деген сұрақ. Жоқ, қыз құмар емес. Кім өзінің андай болады ғой, өзінің таңдауына адал адамдар болады ғой. Мысалы, бір таныстықта жүрген қыз болатын болса, то онда екінші қызға көз қиығын жаңағы қысып, сондай бір жігіттер болады ғой. Аяулым, жаңа өмір бастағыңыз келсе, бұрынғыны еске алмаңыз. Сіз алдағы жаңа келіп тұрған адам, бұл өзінің жаңа мінезі бар, өзінің бөлек тағдыры бар, бөлек тәжірибесі бар жан, және ол кісі түсінбей қалуы мүмкін. Ол кісінің ойында қызғұмар деген тіпті тақырып айналасында жүрмеуі де мүмкін, таңғалып қалуы мүмкін, неге маған ондай сұрақ қояды дегендей. Сіз бірақ басқаша болып отырсыз бүгін. Неге? Әлде бір сәл ашулы сияқтысыз ба, түсінбедім, әлде ренжулісіз бе? Жоқ, баласы ханым, просто андай көп болып кетті да, сондай бір ситуациялар. Енді әлеуметтік желіде де отырамыз, қазіргі таңда көп еркектер сондай бір қызқұмарлығы көп та. Көп деп барлығын айтуға болмайды. Ер азаматтың барлығы бірдей емес, керемет жақсы жігіттер бар. Иә, баласы ханым, көпке топырақ шашпаймын, бірақ көбінде деп айтайыншы, сондай болып кетті ғой, енді өзінің екінші жартысына адал еместер өте көп болып кетті деген сияқты. Аяулым, фокусыңыз қай жерде, сол нәрсе көбірек өсет дейді. Жақсы ойласаңыз, жақсы жігіттер жаныңызға көбірек жолайды. Қоя беріңіз сұрақтарыңызды. Так, не қойса болады? Баласы ханым, отбасын сұраңыз, бұрынғы қарым-қатынасын сұраңыз, өмірге деген көзқарасын сұраңыз. 23-темін дедіңіз, иә, осы күнге дейін ара-қатынас болған шығар енді сізде? Иә, болды. Не үшін тоқтады? Қанша жыл жүрдіңіздер? Тоқтаған себебі енді арақашықтық болды. Арамыз 1000 километрден аса болды енді. На расстоянии жүрдеген кездесіп, поймем болады ғой, Алматыға келеді, мен сояққа барамын деген. Болды, одан сол бір недоверие деп айтайыншы. Ол ар жақта болдым, мен мына жақта болдым, сен ұрыс керіс, сондайдан кейін енді абайудан қойдық та. Балжыған. Иә, осы жерде кіре кетсек. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келіп отырсың. Келген қадамың гүл өтсін. Енді жалпы аяулымда негізі, білмеймін, мен ғана емес, баршамыз түсінбей отқан секілдіміз негізі. Сәл кішкене жинақталып, сұрақтарыңды дұрыстап қоясың ғой. Білмеймін, мен просто ойлап қалғаным, үміткердің есімі А әріпінен басталғаннан кейін ба сәл біртүрлі болып қалғанда сияқтысың сен негізі. Өйткені басқа бір жандардың есімі басқа әріптен басталатын еді деген сияқты. Сол жігітте ойыңның барлығы сол жақта болып отқаннан кейін үміткерге деген бір 100% қызығушылықты мен көріп тұрған жоқпын. Сондықтан енді келіп отқаннан кейін мен білмеймін, бұл жігіт бір шынайы ниетімен келіп отқаны мен өзім сеніп отырмын негізі. Қазір шымылдық ашылғаннан кейін көресің өзің жақсы бір рең бойы жарасқан сондай мықты азамат негізі. Сондықтан сәл бір жинақталып, өзің бір қызығушылық танытып,
ана ойыңыздағы басқа адамды алып тастай тұрыңыз әзірге. Енді Балауса ханым андай сөз бар ғой, адамның өзінің ойында не бар, сол дүниені басқа адамдарға айтады деген сияқты. Өзіңіздің егер де ойыңызда басқа адам тұрса, ол дүниені маған айтып қажет емес, хорошо? Мен бұл жақта кәдімгідей адам құсап қабылдап отырмын. Мен просто не ожидала то, что бірден келеді деген дүниені мен күтпедім. Кеше ғана вроде үміткерді қайтардым, бүгін бірден келді деген сияқты әңгіме ғой. Балауса ханым. Ассалаумағалейкум, Алан. Қалайсың, марқұм, амансың ба? Мына жерде мен ойлап отқаным, Балауса ханым, Алаңның осы үміті кейін қарай тағы ақталмайды ау деп ойлаймын да. Өйткені неге сүйініп айтамыз? Айолым, уже сендер екі құрбыға уже осыны қою керек сияқты. Мына іштегі жауапсыз махаббаттарыңды, өйті қабағың түйіп өйтпей ақ қой, сен жаңағы мадан нені мен деп отқанын бәрін прекрасно біліп отырық. Просто Балауса ханым андай ғой, өйткенде Абылайдың туған күні болатын. Бұл сол туған күнде мен не байқадым? Ол өтіп кетсе де, ол жерде мен болған жоқпын, Шерхан. Ол өтіп кеткен жағдай шығар. Бірақ андай ғой, Балауса ханым, егер қыз бала, бір жігіттің алдына жатып ұйықтап, бір жігіт баласы ұста ұйықтатып отырса, ол қандай, оны ер адам қалай түсінуге болады, мысалға. Мысалы деймін да, мына жерде Алан, просто сен таңдап келген адамың, негізі ол басқа адам, оның вообще жүрегі жабық. Оған уже қанша үміткер келді. Біріншісіне секіріп, ол болмады, екіншісіне секіріп, енді соның артынан әлі жүрген сияқты әлегімен. Ринат, кішкене үлкен басыңызбен ұялмайсыз ба өтірік әңгіме айтуға? Мен қандай әңгіме айттым? Қандай өтірік әңгіме айтып алдында жатып, кім оның алдында жатып? Сен? Видео доказательства бар ма? Мен ондай қыз емеспін. Ринат, мен ондай қыз емеспін. Еркектің танымайтын еркектің алдында жататын. Айолым, мен ешқашан көрмеген затымды вообще қозғамаймын. Онда видео доказательства әкеп беріңіз. Мен оны затты көрсететін болсам бар ғой? Көрсетіңіз. Айолым, қойсай. Көрсетіңіз. Ринат, егер сізде доказательства болса, көрсетіңіз. Мен просто мен саған сұрақ қойсы, оны ашуламай дұрыстап жауап бер. Уже Шерханың өтірік па, арқаңнан қағып ұйықтатып отқаны? Мысалы, сен қара, бүкілі кетіп қалды. Арқаңнан қағып ұйықтатып отқаны? Мысалы, сен қара, бүкілі кетіп қалды. Сен істеп тұрсың, естің алдында Шерханды күтіп. Шерханмен бірге қайттың сол күні. Дұрыс па? Шерханмен бірге қайтқан жоқпын. Айналайын. Сен именно қыздардың бәрі кетіп қалды. Жәнібек алып кет. Именно сен қалып қойдың Шерханның қасында. Сен Шерханның қасында қалай тұрғаныңды бәрін көрдік қой. Я Балауса ханым осы жерде Ринат ағамды қолдап кетейінші. Сандуғаш сыймай қалса да, Жәнібек алып кетті біргеше осы жерде. Айолымды біз таппай қалдық. Білмеймін, осы жерде шәмші деп айтып жатыр ғой, енді сол шәмшіге арналып отыр. Бүкіл сұрағының өзі үміткерге емес, шәмшіге, осы жерде отырған шәмшімізге. Білмеймін, ол неге аузына құм құйылып отырған, осы жерде үндемей қапты, енді бағанан бері сайрап отыр еді. Осы жерде мен аяулымды бар ғой, енді бір-бірімізді оның алдында енді жаман сөздер айттық. Бірақ аяулымға енді жас қыздарға жаным ашып жүр, соңғы кездеше өте бір төмен әңгімелер, төмен іс-әрекеттер жасап жүрсіңдер қыздар. Осы жерге енді күйеуге шығуға келдіңдер ма? Дұрыс жолда жүру керек деп ойлаймын, әркімді жағаламай. Енді жағаламай, Айжан, аузына ие бол. Әңгімені қоя қояйық. Шерхан туралы айтылып жатыр ма? Шерхан деп өз атымен айтыңыздар. Нақты, енді былай ғой, аяулым ортаға шықты. Өткен жолы туған күнде болған әңгімені айтып жатсыздар. Көрген болған нәрсеме жоқ па деген сұрақ. Оғаш көрінді деп жатыр, екеуі бір-біріне тым жақын отырды, ұйықтап қалды иығында дегендей алдында деп жатыр. Солай болып еді, Шерхан? Немесе жала жаппайық? Жала жауып жатыр негізі Балауса ханым. Мен оны алдында да айтқан болатынмын. Негізі үлкен қылып айтады ғой бұл жерде мәселені ше. Негізі алдыңғы жабылған тақырып солай жабылған дұрыс, тап-таза жала. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па? Бірге білетін боламыз.